Омар, Алла оған разы болғай, 26 жасында мұсылман болды. Жалшысы Әсләм бұлай дейді: Омар бізден, менің қалай мұсылман болғанымды білгілерің келеме деп сұрады. Біз иә деген соң, ол әңгімесін бұлай бастады: Мен Расул Аллахтың өліспей беріспейтін, ымырасыз жауының бір едім. Бір күні Құрайыштың беделді адамдармен бірге отырғанда, Әбу Жәхіл: Ей Құрайыш қауымы, Мұхаммед тәңірлеріңе тіл тигізді. Біздің ақылымыздың кем екендігін, ата-бабаларымыздың тозақта екенін айтты. Кімдегі Мұхаммедті өлтірсе оған 100 түйемен ақша берем деді. Дереу қылышыммен садағымды асынып, оны өлтіруге жолға шықтым. Ол жолда мұсылман болған, бірақ мұсылмандығын жасырып жүрген туысы Нуайым ибн Абдуллахқа кезіген. Ол Омардан: Қайда барасың деп сұрайды. Омар: Құрайыштың бірлігімен ынтымағын бұзған, бізді жетесізге балап, дінімізді қорлап, тәңірлерімізге тіл тигізген адамды өлтіруге бара жатырмын дейді. Сонда Нуайым: Омар, сен мынаны біл, сен тек өз-өзіңді алдап жүрсің. Сен Мұхаммедті өлтірсең, Ады ибн Қаа бұлдары сені жер бастырып қояды деп ойлайсың ба? Саған мынаны айтайын: өз отбасың мен күйеу балаңның отбасы мұсылман болып, сені және сенің сеніміңді тәрк етті дейді. Омар кілт тоқтап, олар кімдер деп сұрайды. Күйеу балаң, немере інің Саид ибн Омар және қарындасың Фатима бинт Әл-Хаттаб дейді. Нуайым: Омардың пайғамбарға зияны тиіп кетпесін деп, алған бетінен қайтару үшін осылай істеуіне тура келді. Омар мұны ести сала, салып ұрып, қарындасының үйіне тартады. Сахаба Хаббаб ибн Әрәт бұл кезде Омардың қарындасына Тахас сүресін үйретіп жатқан болатын. Омар есікті қаққанда, қарындасы ағасының мына жүрісінен секем алып, дереу Құранның бетін жасырады. Ал Хаббаб үйдің бір қалтарысына тығылады. Омар үйге жақындаған кезде, Хаббабтың оларға бірдемені дауыстап оқып жатқанын естіп қалған болатын. Үйге кірген бетте: жаңағы мен естіген түсініксіз сөздер не? деп сұрайды. Олар тек өз ара сөйлесіп отырғанын айтады. Алайда Омар олардың бұл сөзіне сенбейді. Естуімше, Мұхаммедтің дініне кіріпсіңдер деп күйеу баласы Саидқа ұмтылады. Араға түскен қарындасын шынтағымен қағып, қалпақтай ұшырады. Сол кезде қарындасы мен күйеу баласы: Иә, мұсылман болдық. Аллах пен Расулына сендік. Ал енді не істейсің деп шындықты жайып салады. Омар қарындасының мана соққыдан алған жарасынан аққан қанды көріп, істеген ісіне өкініп, кері шегінеді. Қарындасына: жаңағы оқыған нәрселеріңді әкел, Мұхаммедтің не дегенін көрейін дейді. Омар оқып та жазада білетін. Қарындасы: сен оған зиян келтіреме деп қорқамыз дейді. Омар оны оқып болған соң қайтаратынына уәде береді. Қарындасы оның ықыласын байқап: ағатайым, ол көктен түскен киелі сөз, оны дәресіз ұстауға болмайды дейді. Сонда Омар бой дәретін алып, Құран парақтарын оқуға кіріседі. Тахас сүресін оқымай жатып, расында ғажап сөздер екен дейді, айран асыр қылып. Омардың жұмсарғанын көрген Хаббаб та жасырынған жерінен шығып: Ей Омар, маған сен, Аллахтың Расулының дұғасының қабыл болатынына үміт артамын. Өйткені кеше Расул Аллахтың: Уа Раббым, исламды хатта бұлы Омармен немесе Абул Хакам ибн Хишаммен қадірлете көр деп Аллахқа дұға еткенін естіген едім. О Аллах, бұл не деген ғажап нәрсе деп, ол да таң тамаша қалады.